Өзімді тәрбиелеу барысында үнемі жақсы нәрселерді ұстануға өсиет бердім. Яғни кете алмай. Мысалы, сіз бір жаңа нәрсені білуге және үйреншікті заттарды басқа тұрғыдан қарауға көмектесетін халіңіз болуы мүмкін да. Немесе тыңдап көрсеңіз, сіздің түйсігіңіз кейде жалған нәрсе беруі мүмкін. Сол кезде кәдімгідей ми ауырып кететін, бас сигнал беріп жібереді. Ол кезде сізге айтады: қорғаныңыз, абай болыңыз, сабыр сақтаңыз дейді да бұл жерде. Және бір нәрсе, біз кейде қатты эмоцияға беріліп ашуланып кетеміз. Ашуыңызды бақылаңыз дейді. Адамның шынайы болмысын оны ызаландырып барып қана білуге болады екен де, адамның қандай екенін. Сондықтан алдымен тыңдай біліңіз. Өзіме ұстанған нәрселерді сіздерге айтып жатырмын. Ол адамды толыққанды тыңдап көріңіз, дауласпаңыз ешкіммен де, бірақ жақсы жағын ізденіңіз. Өзіме де өзгеге де осындай бағыт ұстандым. Сізге де